Сіз қазірдің өзінде басқаша өмір сүре аласыз. Әлем өзгергендіктен емес, өзіңізді шектеуді тоқтатқаннан. Көп адамдардың ішінде қуанышқа, молшылыққа, тыныштыққа, табысқа тыйым салынғандай ішкі шектеу бар. Біз өзімізге тек ауырсынудан, күш салудан, дәлелдеуден кейін ғана рұқсат беруге үйренгенбіз. Бірақ шындық мынада, ешқандай сыртқы рұқсат қажет емес. Бұл видеода біз ішкі шектеулерді қалай алып тастауға болатынын, ескі тірі қалу бағдарламаларынан қалай шығуға болатынын және әдетпен емес, саналы таңдау күйінен өмір сүруге қалай рұқсат беруге болатынын талдаймыз. Сіз не үшін өзіңізді әлі ескі күйде ұстап жүрсіз және өзіңізге шын мәнінде еркіндік бергенде өміріңіз қалай өзгереді? Бүгін мен сізге бір ғана нәрсе айтқым келеді. Сізге ешкімнің рұқсаты қажет емес. Сізге мінсіз жағдайлар да керек емес. Сізге керегі алға қадам жасауға ішкі дайындық. Өйткені сіз осы шешімді қабылдағанда, жайлылықты емес өсуді таңдағанда, денеңіздің вибрациясы өзгереді. Санаңыздың күші оянады және сізді күтіп тұрған болашақпен бір толқында боласыз. Әр жолы қорқыныштан емес, күштен таңдау жасағанда, хаостың орнына фокусты, ыңғайлылықтың орнына өсуді таңдағанда, сол сәтте миыңыз қайта құрылып, өмір жаңа ережелермен ойнай бастайды. Сіздің болашақ меніңіз бір күні емес, күн сайын қабылдайтын шешімдеріңізден туады. Осы қарапайым түсініктің өзінде өмірді түбегейлі өзгерте алатын күш бар. Көп адамдар бір күні деген иллюзиямен өмір сүреді. Бір күні табысты боламын. Бір күні пайдалы әдеттер қалыптастырамын. Бір күні мақсаттарыма кірісемін дейді. Бірақ ол бір күні ешқашан келмейді. Өйткені дәл қазір жасалған әрбір таңдау сіздің кімге айналатыныңызды қалыптастырады. Таңертең оянғанда миыңыз өткеннің бағдарламаларын қосып үлгереді. Сіз сол ойларды ойлайсыз, сол эмоцияларды сезінесіз, сол әдеттермен жүресіз де байқамай-ақ сол бір үйреншікті өмірді қайта жасап шығарасыз. Сіз басқа өмірді қалайсыз, бірақ бұрынғыша таңдауды жалғастырасыз. Мәселе мынада. Ми танысты жақсы көреді. Ол дамуға емес, тірі қалуға ұмтылады. Ал шынайы өсу, шынайы эволюция автоматизм шегінен шығуға шешім қабылдаған сәттен басталады. Мұның бәрі тек саналы таңдау арқылы ғана мүмкін. Нейроғылым әрбір шешім миыңызды тікелей қайта жазатынын дәлелдейді. Әр таң сайын телефонды парақтаудың орнына медитацияны таңдағанда, миыңызда мүлде жаңа нейрондық өрнек пайда болады. Сылтау іздеудің орнына мақсатпен жұмыс істеуге өзіңізді мәжбүрлегенде, нейрохимия өзгереді. Сіз биологиялық деңгейде басқа адамға айналасыз. Бұл метафора емес, бұл ғылым. Осындай шешімдерді қаншалықты жиі қайталасаң, жаңа тұлғалық үлгі соншалықты терең бекіп, жаңа тұлғамен бірге жаңа қалауыңыздағы өмір де келеді. Көп адамдар орта өзгергенде, ақша көбейгенде, уақыт пен қолдау артқанда өмірлері өзгереді деп ойлайды. Бірақ бұл керісінше, орта адамды өзгертпейді. Сіз жаңа адамға айналғанда, ортаны өзіңіз өзгертесіз. Күн сайын өзіңізді аз да болса өсіруге мәжбүрлеген сайын энергияңыз өзгереді. Ал энергия сіздің болашағыңыздың валютасы. Сіз шабытты күтуді қойып, ниетпен әрекет ете бастайсыз. Болашақ әлде қашан келгендей өмір сүре бастайсыз. Дәл сол сәтте бұл шындық сізге қарай тартыла бастайды. Бұл процесс күрт өзгерістерді талап етпейді, керісінше ми кенеттен болатын тым үлкен трансформацияларға қарсы тұрады. Ол тұрақтылыққа, күн сайын жасалатын кішкентай, саналы, тәртіпті қадамдарға жауап береді. Уақыт өте келе осы кішігірім әрекеттер сіздің жаңа болмысыңызға айналады. Өзіңізге сенуді бастайсыз. Өзгеру қабілетіңізге сенім пайда болады. Сенім трансформацияны ең терең деңгейде іске қосатын күш. Сіз жай ғана оймен жаңа өмірге өте алмайсыз. Оған жету үшін әрекет етуіңіз керек. Ой бастамасы. Ол маңызды, бірақ жеткіліксіз. Күні бойы визуализация жасап,
болашағыңызды елестете аласыз. Бірақ таңдауларыңыз өзгермесе, болашағыңыз да өткеніңіздей болып қалады. Сондықтан көріністі әрекетпен бекіту қажет. Істеріңіз бұрынғы кім болғаныңызға емес, болғыңыз келетін адамға сай болуы керек. Бұл ыңғайсыз таңдаулар жасау деген сөз. Жылдам ләззаттан бас тартып, терең мақсатты таңдау. Ешкім көрмесе де, өзің үшін көріну. Біздің миымыз шынайы мен қиялдау процесін, егер сіз оны айқын әрі сезіммен елестете алсаңыз, айырмашылығын көрмейді. Сол себепті болашақтағы өзіңізді қазірден бастап ойлап, әрекет етіп, сезінгенде, сіз бейсананы қайта бағдарламалай бастайсыз. Жеке жүйеңізді жаңа эмоциялық нормаға үйретесіз. Денеңіз соған шынымен сенгенде, миға кері сигнал жіберіп, жаңа сенімді күшейтеді. Осылайша дене мен сана біртұтас болып жұмыс істейтін табиғи трансформация пайда болады. Бірақ сіз бір күні бастаймын деген ойда болсаңыз, мұның ешқайсысы болмайды. Бір күні бұл қорқыныштан туған кейінге қалдырылған болашақтың қақпаны. Өйткені шынайы өзгеріс батылдықты талап етеді. Ол үйреншікті қиналыстарды, болжамды үлгілерді және жайлылықты жіберуді қажет етеді. Нақты өзгеріс айнаға қарап, өзіңе шындықты айтқан сәттен басталады. Өміріңе толық жауапкершілік алған кезде. Бұл оңай емес, бірақ алға баратын жалғыз жол осы. Күн сайын өмір сізге екі таңдау ұсынады. Өткенді қайталау, немесе болашақты құру. Көп адамдар байқамай-ақ өткенді таңдайды. Қалағандықтан емес, соған тәуелді болғандықтан. Олар өз шектеулеріне байланып қалған. Ал жаңа нәтиже қаласаңыз, сізге жаңа күй, жаңа бастау керек. Дәл осы сәтте шешім қабылдап, кеше болған адам бүгінгі адам болуға міндетті емес екенін мойындау қажет. Осы таңдауды жасағанда, тіпті бір рет болса да, сіз қайталана беретін сценарийді бұзасыз. Күшіңізді қайтара аласыз, жағдайлардың құрбаны болудан шығып, болашағыңыздың авторына айналасыз. Ыңғайсыздық трансформацияның қақпасы. Әрі нейрологиялық, әрі тұлғалық. Көпшілік оны болдырмауға тырысса да, нағыз өсу тек таныс шектен шыққанда болады. Ми бізді қорғау үшін үйреншікті үлгілерді жасайды. Сол себепті бізге зиян келтірсе де, танысты таңдаймыз. Бірақ сіз саналы түрде ыңғайсыздыққа қадам басқанда, миға мен өзгеруге дайынмын деген белгі жібересіз. Нейроғылымда бұл нейропластика деп аталады. Мидың өзін қайта құра алу қабілеті. Әдеттен тыс әрбір әрекет жаңа нейрондық жолдарды іске қосады. Ыңғайсыздыққа саналы түрде бет алған сайын, сіз жеке жүйеңізді белгісіздік пен күйзелісті сабырмен көтеруге үйретесіз. Осылайша ішкі тұрақтылық дамиды. Ми ыңғайсыздықты қауіп емес, өсу белгісі ретінде қабылдай бастайды. Бұл қабылдау өзгерісі күйзеліске реакцияңды да өзгертеді. Сіз қысым астында да сабырлы, жинақы, шоғырланған күйде болуды үйренесіз. Өзгерістің өзегінде белгісіздікпен бетпе-бет келуге дайындық жатыр. Қорқыныш пен қарсылық тоқтау белгісі емес, қайта дамудың белгісі. Ыңғайсыздық сіздің болмысыңызға сынақ тастайды, бірақ дәл сол жерде сіздің жаңа нұсқаңыз туады. Ми жаңа нейрондық жолдар құрып, сенімдірек, саналырақ, әлеуетіңізге жақын адамды қолдай бастайды. Өзің болу әдетін бұзу оңай естілгенімен, ең терең әрі қиын идеялардың бірі. Әр адам қайталанған ойлар, эмоциялар мен әрекеттер жиынтығы. Егер өміріңізді өзгерткіңіз келсе, осы қайталауды бұзу керек. Ол үшін алдымен оны байқап үйрену қажет. Саналылық кез келген өзгерістің кілті. Ескі реакцияны байқаған сәтте оны саналы түрде үзу керек. Ми қарсыласады, бірақ дәл осы қарсылықта трансформацияның шегі жатыр.
Өзіңіз туралы шектейтін әңгімелерді жіберу. Мен істей алмаймын, кеш, уақытым жоқ деген бағдарламаларды қайта жазу. Бұл жолда визуализация мен ойша репетиция өте маңызды. Болашақтағы өзіңізді елестеткенде, миыңызда бағыттаушы сызба пайда болады. Бірақ тек ойлау аз, сезіну керек. Сіз болашақ эмоцияларды, сенімділік, тыныштық, шабыт, алғыс қазірден бастап сезінуіңіз қажет. Соңғы қадам әрекетпен бекіту. Жаңа тұлға шабыттан емес, қайталанатын таңдаулардан құрылады. Әрбір өсуді таңдаған сайын жаңа нейрожүйе күшейіп, ескісі әлсірейді. Бұл саналы түрде жасалған жаңа меннің біртіндеп қалыптасуы. Медитация, күнделік, қозғалыс, оқу, бәрі де сол жаңа нұсқаңды қолдайтын тәжірибелер. Ең бастысы өзің болу әдетін бұзу. Бір сәттік оқиға емес, бұл процесс. Бұл жолда қайта-қайта ескіге оралатын кездер болады. Бұл қалыпты. Маңыздысы тоқтамау. Әр жолы жайлылықтың орнына өсуді таңдағанда, автоматизмнің орнына саналы болуды таңдағанда, сіз жаңа тұлғаңызды нығайтасыз. Тапсырма, өзіңізді дамытатын орта құрыңыз. Шабыттандыратын адамдар, оятатын әңгімелер, өзіңіз болуға жеңіл кеңістік және сананы кеңейтетін кітаптар. Бұлардың барлығы сіздің жаңа меніңізді, жаңа болмысыңызды құрайды. Нұрлы Voice арнасына жазылып, видеоны лайкпен қолдауды және пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Бізбен бірге болғаныңызға алғысым шексіз.